Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен сіздерге әдістемелік күнде Lesson Up дейтін бір тамаша бағдарламаны жасауды үйретемін. Ол үшін біздер аккаунт ашуға керекпіз. Аккаунт ашу жолын мен сіздерге өткен жолы үйреттім. Енді қазір Lesson Up пен қалай жұмыс жасаймыз. Так, Google Chrome'ға кіреміз. Google Chrome'ға кіргеннен кейін бар біздер Google'ға Lesson Up деп жазып шығамыз. Жазғаннан кейін сізде осындай ұяшық ашылады. Соның ең біріншісін таңдаймыз. Таңдадық. Біздер енді регистрация жерде жасайсыздар. Регистрация жасау үшін сіздердің Google аккаунттарыңыз ашық болуы керек. Мына жерде орыс тілін таңдаймыз. Осыны басамыз. Енді менде регистрация, менде Google аккаунты ашық. Кейін бір Google аккаунттарыңыз таңдадыңыздар. Сізде осындай үй ашылады. Енді менің My Lessons деп тұр. Бұл жерде міне бұл ағылшын тілдеріне, ағылшыншаға арналған бағдарлама. Өте оңай. Жаңа lesson, яғни жаңа датта ашамыз. New lesson'ды басамыз. Егерге өзіңіздің өткіңіз келетін сабақтың тақырыбын жазасыздар. Мысалы, мен өтіп отқан тақырыбым Жамбыл Жабаев. 20 ғасырдың көмірі Жамбыл Жабаев туралы тақырыпты бүгін өттім мен. Сол туралы сіздерге жасап көрсетейін. Жамбыл Жабаев. Басасыздар. Сізде осындай ұяшық ашылады. Енді мынаны сіздердің өзіңіздің датыңызға қарай, фантазияңызға қарай, мына даттардың барлығын өзгертуге болады сізге. Мына отқа барамыз. Сізге ыңғайлы былай жасайсыз ба, былай жасайсыз ба, әлде былай жасауға да болады. Әртүрлі форматын қолданасыз. Книжный қылып жасауға болады екен. Мысалы, маған ыңғайлысы, мысалы, осылай. Енді мына тексті, Жамбыл Жабаев деген тексті белгілеп алып, түсін өзгертуге болады. Әртүрлі қылып, өзіңіз білесіз, мысалы, жазылып жасайын. Жамбыл Жабаев дейсіздер. Шрифттерінде өздеріңіз білесіздер. Колорды пайдалана отырып, мына парақшаны кішкене өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай бұны да өзгерте аламыз екен. Мысалы, маған ақ түрі ыңғайлы, сіз өзіңіз қарайсыз енді. Енді осындай ұяшық ашылады. Осы бірінші ұяшықты ашқаннан кейін біздер мынақта әд дейтін бар, соны басамыз. Енді бұл жерде мұқият қараңыздар. Бұл жерде слайд қосуға болады, видео қосуға болады, сурет салуға болады, PowerPoint-та дайын слайдтарыңызды салуға болады. Немесе өзіңіздің жеке визитке веб-сайтыңыз болса, сонда істеп қоюға болады екен. Сондай-ақ сабаққа мысалы көзді пайдалануға болады, mind map, open question, photo question, осылардың барлығын осы Lesson Up-қа жүктеп қойып, бүкіл жасаған бағдарламаларыңызды жүктеп қойып, бір жерден пайдалануға болады, әр жерге кіріп шығып жүрмейді. Мысалы, мына жағдайда мынандай болады, мысалы, мен мысалы видео қосқым келеді. Дайын сабақ видеомның бір портфолио секілді бір жерде тұрғанын қалайды. Сол мен видеоны басам. Мен жерде мысалы YouTube-та YouTube-қа мен мысалы жүктелген болады. Өзіме керекті, маған керекті материал, мысалы Жамбыл Жабаев туралы материал YouTube-та жүктелген болу керек. Мысалы мен өзіме YouTube-та ашамын. YouTube-та ашып мысалы мына сабақты мысалы ала саламын. Мысалы Жамбыл Жабаев туралы видео деп ойлаңыздар. Копировать етемін да. Жаңа Lesson Up-қа барам. Lesson Up-қа барып, осы жерге сілтемесін қоям. Қойғаннан кейін міне әд деп тұр, соны басқан кезде шығып тұр міне. Бұл бірінші шарт бітті. Енді бұл жерге Жамбыл Жабаев туралы ақпаратты берсеңіз болады мысалы. Ол кім? Қазір іздейік. Жамбыл Жабаев туралы кез келген бір мәтін болсын, текст болсын, оқушыға түсінікті болу үшін ашып қойып соны қазір. Мысалы, Википедиядан қарап отырмын. Бірінші табылған ақпарат. Соны көрсетіп жатырмын. Мысалы, өмірбаян дейді. Мына жерде алып, мен
көшіріп алып мына жерге қоямын. Және осының барлығын слайд жасатқан сияқтысыз. Ақпаратты кішірейтемін. Енді тағы да бір қызықты болу үшін мына жерге Жамбыл Жабаевтың, яғни кейбір оқушылар білмейді ғой, ол түрі қандай. Мысалы Жамбыл Жабаевтың суретін қоюға болады. Мысалы Жамбыл Жабаевтың бір суретін Википедиядан қарайсыз да, соны жүктеп аласыз. Артына қойып қоюға болады, ондай қапталанса кішірейтіп қоюға болады қазір. Ең мына өзіміздің жаңағы YouTube-тағы дайын видео сабағымызды қойып қойдық. Үшінші бетінде мысалы өзіңіз білесіз, мына жақта PowerPoint мысалы өзіңіздің бір слайдыңыз болады, осы Жамбыл Жабаев туралы. Сол слайдты мысалы қоюға болады. Қазір көрейік, енді бір кез келген бір слайд көрейін. Мысалы менде слайд болуы мүмкін. Мысалы мына слайдты мысалы осы слайдты қойып, өзіңіздің жаңағы материалыңызды слайдты қойып, жүктелгенін күтесіз. Міне, жүктелді. Осыны басып. Мінекей жүктелді. Көрдіңіз, осындай қызықты бағдарлама. Сіздің өзіңізге енді шеберліктеріңізге қарай мына биттерін өзіңіз көркемдей бересіз. Неше түрлі түрі фантазияңызға қарайсыздар енді. Мына жерде қараңыздар, міне текст қоюға болады әртүрлі осының бетіне да, лсн-ға видео қоюға болады, әртүрлі символдар қоюға болады, формула қояды, математикада формула қояды, уақыт қоюға болады.